балл үшін оқымауыңыз мүмкін, бірақ кейде сол балдың да көп рөл атқарып кететін сәттер болады. Грантпен бірге футболу подкаст. Себебі сіз оқу үшін оқып жатырсыз. Барлығына қайырлы күн. Бұл мен Айнұр Аңламасова, және мен көптен күткен өзімнің влогтарыма қайта оралдым. Білесіздер, талапкер болып түскен кезде қалай блогтар түсіретінімнің артатынын, қазір 4-ші курсқа көштім, және сіздерге тағы да бір қызықты тақырып бойынша ақпараттар берем. Бұл бакалавр деңгейінде қалай президенттік шәкіртақы иегері атанамыз. Қалай президенттік шәкіртақы аламыз. Сіздерге осыны айтып беретін боламын. Мен өзім президенттік шәкіртақы иегерімін, және мен қалай бұл шәкіртақыға ие болдым. Бірінші нюанс, бұл шәкіртақыны ақылы бөлімде оқитын студенттер де және грант бөлімде оқитындар да ала алады. Яғни бұл сіздің қай бөлімде оқитыныңыз маңызды емес. Ең бірінші талап, бірден бастап айтып кете берейін. Ең бірінші талап ол жоғары академиялық үлгерім. Яғни сіздің оқу үлгеріміңіз А+, А- болу керек. Яғни жалпы алғанда GPA-іңіз салыстырмалы түрде сіздің өзіңізбен қатар оқып жүрген студенттермен салыстырмалы түрде жоғары болу керек. Мысалы, жоғары GPA 4 болса, менікі мысалы 3.96. Мен осы GPA-мен осы шәкіртақыға өттім 3-ші курста. Және екінші нюанс, ол 3-ші курста ғана беріледі, бұл тағайындалады. Яғни 3-ші курстың басында. Яғни сіз 2 курсты бітіргеннен кейін сіздің сол GPA-леріңіз есептеліп, одан кейін барып сізге тағайындалады. Ол бірден тағайындалмайды, тағы да талаптары бар. Тағы 3-ші талап, ол сіздің ғылыми жетістіктеріңіз, жаңалықтарыңыз, жалпы қоғамды халықаралық республикалық деңгейдегі мадақтамаларыңыз болу керек. Университет қабырғасында жүрген кездегі. Және тек қана ондай ғылыми жұмыстардан бөлек, қоғамдық іс-шараларға, студенттік белсенділікке байланысты сіздің жетістіктеріңіз болуы керек. Бұл да бір негізі талаптардың бірі, себебі сізді осы жетістіктеріңізге қарай факультеттің ғылыми кеңесі қорғайды. Яғни сіздер, мысалы, былайынан түсіндірейін, сіз жақсы оқыдыңыз, осы 2 семестр бойы, 4 семестр бойы, 2-ші курсқа дейін, сосын сізді ректораттан сіздің тізіміңізді жіберді. Мұнда осындай оқушылар факультеттен осынша оқушы жақсы өтіп тұр. Яғни GPA жоғары. Келесі қадам ол сіздерге айтады. Осылай сіздерді ұсынып жатыр. Сіздер документ өткізіңіздер, яғни құжат өткізіңіздер. Арнайы өз құжаттар айтады, оны кафедра факультеттің оқытушылары көрсетеді. Соны өткізгеннен кейін, сіз жетістіктеріңізді өткізгеннен кейін, ғылыми кеңесте сіздің осы шәкіртақыға лайықты екеніңізді факультеттің ғылыми кеңесі қорғайды. Яғни бұның өзі негізі ұзақ процесс, 1-2 айда алуы мүмкін деген секілді. Яғни сізді лайықты деп қорғап алып шығу үшін сіздің шынымен де негізі факультетке еңбегіңіз сіңу керек. Сол тұрғыдан ғылыми жетістік, қоғамдағы белсенділік, студенттік өмірдегі белсенділік өте маңызды деп айтар едім. Одан кейін айтылды, Так, ұмытып қалдым ғой. Hour later, 2 hours later, 3 hours later. Яғни сіз құжаттарды өткіздіңіз, сізді ғылыми кеңесте қорғады, сіздің құжаттарыңыз ректоратқа жолданды, және сізге президенттік шәкіртақы тағайындалса, бұйырса сізге кәдімгі ай сайынғы шәкіртақымен қоса түсіп отырады. Ал кейбір жағдайлар болады, бізде болды, 1 семестр алдық, бірақ 2-ші семестрде құжатты кешірек өткізіп, оның барлығы жиналып жаз мезгілінде түсті. Жаз айында түсті. Ал енді сізге тағы бір кеңес, енді болашақ 1-ші курс студенті. Сіз ойлауыңыз мүмкін, мысалы, қазір сабаққа барып жүрсіз, сіздің ең бірінші миссияңыз сабақ оқу. Бірақ сізден студенттік өмір, активистика, тағы көп нәрселер пайда болады. Сол кезде сіз андай балл үшін оқымауыңыз мүмкін, бірақ кейде сол балдың да көп рөл атқарып кететін сәттер болады. Сондықтан барлық жағдайда максималды тұрғыда балды жинауға, барлығын жақсы өткізуге, сессияларды жақсы тапсыруға, летаға қалмауға тырысу керек. Яғни себебі сіздің шатасқан 1 балыңыздың өзі
көп нәрсені шешіп кетуі мүмкін. Сіз 1 балл жетпей қалып, сіз тіпті грантқа түсе алмай қалуыңыз мүмкін. 1 балл жетпей қалып, тіпті сіз повышкаға өтпей қалуыңыз мүмкін. 1 балл жетпей қалып, мүмкін сіз президенттік шәкіртақы ала алмай қалуыңыз мүмкін. Сол 1 балдың өзі рөл ойнайды. Сондықтан барынша максималды тұрғыда сабақты жақсы оқуға кеңес беремін. Мен өзім енді қазір 4-ші курсқа өттім. Мен барлық жағынан белсенді болдым және сабақты бірақ әрдайым бірінші орынға қоядым. Себебі мен өзіме былай талап қойған, Айнұр, сенің бірінші миссияң осы универге түсіп жатқандағы бұл сабақты оқу, жақсы оқу, қызыл дипломын алу. Бұл енді өзімнің жеке мақсатым, иә. Сондықтан мен қандай жағдай болсын, жұмыс болсын, қосымша іс-шаралар болсын, активистика тағы жайдарман болсын, әр нәрсені баланста ұстауға тырыстым және сол баланстың ішінде сабаққа сәл басымдылық беріп отыратынмын. Себебі мен өмірімде жалпы сабақ оқығанды жақсы көремін. Сабақ оқыған ұнайтын, отырып тапсырмалар дайындап, 3-ші курс болсам да, 4-ші курс болсам да, енді бұйырса, андай дәптерлерімді түгел қаптап апарып, андай болады ғой, андай үздік оқушының синдромы дей ма, сондай бар да, бірақ ол да негізі белгілі бір мөлшерде адамға бір мотивация береді. Себебі сіз оқу үшін оқып жатырсыз, осы жерде, яғни сіздің миссияңыз оқу және сіз соны дұрыс орындап жатырсыз. Бұның өзі түбінде бір жеңіске алып келеді. Сол секілді сіздерге айтар кеңесім, болашақ 1-ші курс студенттері немесе 2-ші курс студенттері кеш болмасын оқыңыздар, барлығын қатар алып жүруге тырысыңыздар. Себебі барлығын жақсырақ жасаған сайын көп жетістіктерге жете аласыз. Менен кеңес осы. Мен енді көп жиі жоғалып кетемін арасынан влогтарда. Ал енді болашақта тағы да осындай қызықты тақырыптар шығып жатса, мен міндетті түрде сіздерге түсіретін боламын. Сол мен влог түсіруді сағынып қаптым. Жақсы болыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Біз әлі 1000-ға жеткен жоқпыз.